Сәлематсыздар ма? Мен бүгін сіздермен өте нәзік, жұмсақ котлеттің рецептісімен бөлісемін. Бұл котлеттің ерекшелігі, бірінші біз нанды сүтке араластырып қоямыз. Нанның жұмсақ ақ бөлігін аламыз. Және қанша рецептісе қанша керегін мен описанияда жазамын. Осылай әзірше бастырып, сүтке бәрі батып тұру керек, қойып қоямыз. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып кетіңіздер. Қасындағы колокольчикті бассаңыздар, астындағы, онда менің видеомды жіберіп алмайсыздар. Міне, одан кейін бізге керегі кабачки. Міне, сосын бұл менің ерекшелігім, бұл жердегі мен фаршты қайтадан екінші рет мясорубкадан өткізем. Сол кезде біздің котлетіміз нәзік болып шығады. Нанды сүттің ішінен біз алмаймыз, сүтімен бірге өткіземіз, солай қалады. Егер де сүт болмаса суды құюға болады, ол кезде нанды сығып аламыз судан, бірақ та сүтпен өте нәзік. Нанды, кабачкиді, фаршты екінші рет қайтадан бәрін өткіземіз мясорубкадан, одан кейін жұмыртқамызды саламыз да араластырамыз. Араластырған кезде осылай етіп соғып қойсақ, өзі бірігіп жақсы болады. Фаршымыздың структурасы өзгеріп, өте әдемі болады. Міне, фаршымыз біздің дайын. Енді мен бұл жерде ұнды алдым, бірақ та мен котлеттің жарты бөлігін, бірінші бөлігін ұнмен араластырып қуырдым, екінші бөлегін ұнсыз қуырдым. Бірақ маған ұнсыз қуырған ұнайды негізі, бірақ сіздерге екеуінде көрсетейін дедім. Міне, көріп тұрғандарыңызда етіп, домалақ етіп өздеріңізге керегін аламыз да, котлетті формировать етеміз. Жан-жағын келтіріп, міне, бір 100 грамдай алдым, фарш 100 грамдай, сосын екі қолға соғып, осылай етіп, әдемі етіп формировать етеміз. Бәрін бірінші жасап аламыз котлетімізді. Достар, егер де сіздерде түсініксіз жерлеріңіз болса, пікірде сұраңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Жазылып қойыңыздар менің каналыма. Менің бұдан да басқа алда да әртүрлі рецепттер салатын боламын. Бұдан басқа каналымда қызықты рецепттер бар. Соның бәрі мен сіздер үшін бөлісемін. Лайк қойып кетіңіздер. Сіздердің уақыт алмайтын лайктеріңізді аямай басып кетіңіздер. Сол кезде мен сіздермен жаңадан жақсы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Және қандай рецепт керек, соларды шығаратын боламын. Міне, бірінші қуырдым. Майды бірінші құйғаннан кейін астын қатты қоймайсыздар. Кішкене орташа етіп қоямыз. Сол кезде деген асты күйіп кетпес үшін. Себебі егерде астын қатты қойып қойсаңыз, асты күйіп кетеді. Міне, мен осылай етіп әр бетін 5 минут, 7 минуттай пісіріп аламыз. Қараңыздар. Осылай етіп пісіріп алып, бірінші бір бетін пісіріп, екінші бетіне ауыстырамыз. Сосын екінші бетінде 5-6 минуттай пісіріп аламыз. Екіншісінде дәл солай пісірем, бірақ та екіншісін пісіргенде мен тек өзгешелігі ұнмен араластырған жоғым. Енді мен бұған подлив жасайын. Подлив жасамасаңыздар да болады, өз еріктеріңіз. Маған подливпен өте ұнайды. Пияз бен сәбізімізді турап алып, майға қуырамыз. Сол майға қуырсаңыздар да болады. Егер де май күйіп кетсе, құйып алып, басқаға қуырсаңыздар болады. Міне, менде помидор салдым. Сәл тушить еткеннен кейін 5 минуттай пияз бен морковты қуырдым, сәбізді, сосын болгарский перец салдым. Сосын былтырдан қалған, менде морозилкада сақталынған помидор мясорубкадан өткізіп сақтап қоям. Осындай подливтерге кішкентай томатный паста салдым. Содан кейін қай жерде томатный паста, помидор саламыз, сол жерге біз міндетті түрде қант салуымыз керек. Көп емес, тола шай қасық, болмаса кішкене ас қасық саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрышымызды саламыз. Міне, өте дәмді, сондай түріде әдемі біздің подливіміз дайын. Бұған бір кішкентай шай қасық ұн қосуларымызға болады, қою болу үшін. Менде өзі жаңа помидор мен қою болды, мен ұн қоспадым. Міне, біздің подливімізде дайын. Бұған мен пюре жасайым, өздеріңіздің еріктеріңізбен рожки болмаса күріш жасауларыңызға болады. Сіздер егерде қант қоссаңыздар, біз томаттың кислинкасы білінбейді, өте дәмді болып шығады, бірақ тәтті дәмі білінбейді.
томат қосқан жерде кішкентай қант қосып жіберіңіздер. Менің құпиям бұл. Міне менің тамағым дайын. Сіздер де жасаңыздар, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видеоның ақырына шейін менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған әдеттегідей үміткен. Маған жазылып кетуге ұмытпаңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Осы көріп тұрған тәттілердің басқа да көптеген рецепттерді менің каналымнан табасыздар.